шәкірті, еліміздің үлкен сахналарында өнер көрсетіп жүрген, солардың ішіндегі дарасы Түркістан театрының көркемдік жетекшісі Қозбағар Мағауия ағамызды сахнаға шақырайық. Ассалаумағалейкум ағайындар. Қош келдіңіз Мағауия аға. Қош көрдік. Мына жүргізу барысында маған кішкене қызық болу үшін бір сұрақтар дайындауға тура келді. Бірақ ойланып осыған сұрақ таба алмадым. Егер сіз менің орнымда болсаңыз, мына суретке қарап қандай сұрақ қояр едіңіз? Мына баланың шашын алып беретін бір сөз. Сол абай сонда бір шашынан жоқ айтпаған ғой, Мағауия ағамыздың ол кезде шашы өсті, өнерді үйренді, қазір өзі өсті, үлкен сахнаның ажарына айналды. Түркістан театрының көркемдік жетекшісі Мағауия Қозбағар. Рахмет, ағайындар. Бүгін мінекей Ақтиенің қарны жарылған күн. Бұл енді басқа Нұржамал апайдың маған деген еңбегін сіңген барлықтарын жақсы білесіздер, куәсіздер. Сол енді келіп осы киелі сахнамызда жастық шағымыз еске түсіп, бір керемет ойлар болып отыр. Жаңағы бағана қараймын өзім, апайға да айтып жатырмын. Мына өзім ең мына жерде тұратын ғой мен. Кешкі сағат 8-де репетиция дейді. Біз ойыңыз күндіз сабақ оқимыз, кешке репетиция. Сосын жаңағы дүңгілдерге свет жана ма деп кіріп шығып жүрем ғой. Қайта кіріп шығам. Әкем марқұм ұрсады. Не болды сол жылы? Дүңгілдерге свет жаныма көрейін деп едім. Ұрсады ғой маған. Мен Нұржамалға айтайын, бір төсек апарып берейік, сен сонда жатсайын. Жанымды қинамайды. Біз шынында да сол өнерге қатты құмар болдық. Соның жемісі апай 1-2-3-4 ал бастық ол сол миымызда қалып қалған. Сағат 10-да репетиция болса 10 минут кешікпейміз дейтін сөзі әлі мына жерде қалған. Сондықтан 3-те болса 3-тен 3 минут кешікпейміз дейді. Сондықтан апай сізге зор денсаулық, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Мына жерде жаңағы қарап отырмын, Ағдариға әжелері көкейді бір тербеп өтті. Ана есік, енді көп балалы семья болып жәкеміз. Сонда үйдің үлкендері бар еді концертке. Мен байғыз қалып қоямын. Сонда Дариға апам, Ағдариға әжелері ансамблі, менің шешемнің апасы болады. Сол Дариға апам пол жуады. Сосын маған айтады, сен анау есікке барып, оны кілті бар Дариға апам. Елді кіргізіп атқанда сөйлеп жүректер, артынан өзім кіргізіп алам дейді. Жұрналықпайға елді айтып атыр. Сондай барлық істейтінбіз. Сол Дариға апам көңіліме келіп, мінекей сондай көңілін жаңа қобалып жүріп жатыр. Дариға апамның өзі сондай дарқан көңілі, ақ көңілсен. Нұржамал апай да Ағдариға әжелер ансамбльде ол атты бекер бермеген шығар деп ойлаймын. Сондықтан действительно Дариға апамның өзі комедия кісі ол үшін күдірейін деп істеймін. Бір күні мынадай әңгіме болды, жаңағы Самарқан баласы айтып жатыр. Апа аяқ киім алу керек еді маған. Көзім ау қояды ше, былай тартсам былай жетпейді, былай тартсам былай жетпейді. Ой, апа алу керек маған. Киімді өкшесі бұзып қалды. Дискотекке барғанда десе Дариға апам айтқан ғой, көкем ау ортаға шықпай-ақ шетінде дейді.